Қуық асты безінің қатерлі ісігі өте жасырын. Ол 4-ші кезеңге дейін ауырмайды немесе өзін көрсетпейді. Бұл кезде емдеу іс жүзінде тиімсіз болады және асқыну қаупі өте жоғары болады. Сіз тым кеш болғанша простата обырының белгілерін сезбейсіз. Ерлердің 70%-ында ауру мүлдем асимптоматикалық болып табылады. Кейде олар өздерін аденома немесе простатит ретінде жасырады. Бұл бейнеде сіз жіберіп алмау керек, қызыл жалаулар туралы біле аласыз. Мен сондай-ақ простата обырының жиі назардан тыс қалатын 3 негізгі белгісі туралы айтатын боламын. Бірінші және ең бастысы, қатерлі ісік ауырмайды. Ал аденома ауырмайды, тек простатит ауырады. Біз мұны егжей-тегжейлі қарастырдық. Екінші, аденома ісікке дейінгі ауру емес. Қуық асты безінің аденомасының болмауы қуық асты безінің қатерлі ісігінің жоқтығын білдірмейді. Ал қатерлі ісік оның салдары емес. Қуық асты безінің аденомасы. Бірақ түбіндегі қатерлі ісік зәр шығару проблемаларына шағымданатын еркектерді құтқаратын ең көп таралған құбылыстардың бірі болып табылады. Бұл зәр шығарудың толық емес және қалдық зәрдің болуы, зәр шығарудың қиындауы және ағынның әлсіздігі, кенеттен жеделдік және жиі зәр шығару. Соның ішінде түнде. Бұл белгілердің барлығы ге тән. Бірақ қатерлі ісікке тән емес. Қатерлі ісіктің нақты белгілері жоқ. Мен айқын, көрнекі ұқсастық жасағым келеді. Өзін-өзі диагностикалау және палпациялау үшін қол жетімді кейбір ісіктер бар. Сүт безі обыры мен аталық бездің қатерлі ісігі ауырмайды және ешқандай белгілері жоқ. Бірақ олар, былайша айтқанда, жанасу арқылы анықталады. Мәселе мынада, қатерлі ісіктердің тығыздығы тасты. Ісіктер бірдеңені қысып, сонымен бірге функциясы бұзылған жағдайда ғана белгілерді тудырады. Мысалы, ұйқы безінің қатерлі ісігі түтіктерді қысады. Ұйқы безі шырыны мен өттің ағуын бұзады, ауырсынуды, сарғаюды және ас қорытуды бұзады. Сонымен, бір ісім простата обыры аденомадан айырмашылығы қандай да бір симптомдар мен функциялардың бұзылуын тудыруы мүмкін емес. Мәселе мынада, қуық асты безінің қатерлі ісігі периферия бойымен өседі, ал аденома орталықта өседі. Осылайша арнаны қысып, зәр шығаруды бұзады. Ал енді іс жүзінде. Маған бір адам түнгі зәр шығаруға шағымданды. Науқасқа аденоманы бағалау үшін стандартты тексеру жүргізілді. Оның ішінде пациент қан анализі деп аталатын сынақтан өтті. Бұл қуық асты безінің қатерлі ісігінің ісік маркері. Бұл 40 жастан асқан әрбір ер адам үшін негізгі сынақ және жыл сайын тапсырылады. Шын мәнінде, бұл қуық асты безінің қатерлі ісігінің ерте сатысында күдіктенуге қабілетті жалғыз сынақ. Сонымен, менің пациентім бұл анализді бұрын тапсырған жоқ. Бірақ оның деңгейі 4,5 болып шықты. Бұл биопсия деп аталатын көрсеткіш. Біз биопсия жасадық. Оның нәтижелері бойынша қатерлі ісіктің бірінші сатысы анықталды. Түнде шырышты ағызу простата аденомасының себебі мен көрінісі болды. Простата обырының шынайы симптомы емес. Өйткені, қуық асты безінің қатерлі ісігінің 4-ші сатысына дейін бірде-бір нақты симптомы жоқ. Өзіңізді және симптомдарыңызды тыңдаудың мағынасы мен мағынасы жоқ. Бірақ қуық асты безінің қатерлі ісігін ерте диагностикалаудың қиындығы нормаларының жоқтығы. Нормалардың жоқтығы нені білдіреді? Қалыпты 4-тен төмен екенін бәрі біледі. Ал енді экранға назар аударыңыз. Бұл простата обыры бойынша халықаралық хаттаманың кестесі, онда деңгейі 3-тен 4-ке дейінгі ерлерде простата обырына шалдығу ықтималдығы 27% болатынын көруге болады. 2-ден 3-ке дейінгі да қуық асты безінің қатерлі ісігі 23% жағдайда 1-ден 2-ге дейін анықталады. Қатерлі ісік қаупі 17%. Тіпті біреуден аз қуық асты безінің қатерлі ісігі 10% жағдайда кездеседі. Ал норма қайдан шыққанын енді түсінетін боласыңдар. Қуық асты безінің қатерлі ісігі диагнозын растауға немесе жоққа шығаруға мүмкіндік беретін жалғыз зерттеу. Микроскоппен жасушалардың көңіл күйін қарау, яғни гистологияны жүргізу. Ол үшін қуық асты безінің биопсиясын жасау керек. Биопсия және гистология ең алдымен мемлекеттік ақшаға тұрарлық. Өйткені простата обырын скрининг және диагностикалау мемлекеттік басымдық болып табылады. Сондықтан биопсия мен гистологияны ұтымды жүргізу үшін ның сенімді деңгейі 4 деп анықталды. Осылайша, қазіргі урологияның дилеммасы биопсия жасауды және оны жасауды қажет ететін 100 ер адамның 27-сіне анықтау
және қажетсіз биопсия жасауды қажет етпейтін 73 адамды анықтау болып табылады. Науқаста E3 немесе 2 болған кезде дәрігер үшін одан да үлкен дилемма. Сондықтан пациентке де, дәрігерге де дұрыс қорытынды жасауға көмектесетін бірқатар қосымша тексерулер бар. Онкологияны жіберіп алмаңыз және қажетсіз биопсиядан құтылыңыз. Және олардың кейбірін сіз жақсы білесіз. Біріншісі, еркін иттің жалпыға қатынасы. Егер арақатынас 10%-дан аз болса, биопсия көрсетіледі. Простата денсаулығының индексі, заманауи және дәлірек қан анализі. Ол сонымен қатар бос қанның жалпыға және басқа фракцияға қатынасын көрсетеді. Бұл үй туралы -2 деп аталады. Үй дәуіріне дейін қуық асты безінің қатерлі ісігін диагностикалаудың жалғыз жолы тозаңды ректалды зерттеу деп аталатын әдісті қолдану болды. Шындығында, қатерлі ісік палпация кезінде тасты тығыздыққа ие және қуық асты безінің консистенциясын бағалау кезінде жақсы анықталған. Сондықтан, бұл зерттеу тек ер адамның денсаулығы үшін қажет. Қуық асты безінің мұртысы бүгінде қолжетімді. Ол дәрігерлерге биопсия жасау қажеттілігі туралы шешім қабылдауға көмектеседі. Қуық асты безінің қатерлі ісігінің даму ықтималдығын бағалауға мүмкіндік беретін қарақшылар деп аталатын классификация бар. Менің артымда Израильдің Хадас клиникасы мен Еуропалық медициналық орталықты қоса алғанда жетекші онкологиялық мекемелерде 15 жылдан астам тәжірибем бар. Сіз диагнозбен күресуіңіз керек, немесе екінші пікірді ұстануыңыз керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Басты сұрақ: қуық асты безінің биопсиясы. Бұл қаншалықты ауыр және қаншалықты қауіпті? Қазіргі заманғы урологияда бұл асқыну деңгейі 1%-дан төмен болатын әдеттегі манипуляция. Бұл амбулаториялық процедура. Ол гастроскопия сияқты көктамыршылық анестезиямен жасалады және ауруханаға жатқызуды қажет етпейді. Осылайша, қуық асты безінің биопсиясының диагностикалық мәні ықтимал қауіптерден әлдеқайда жоғары және одан қорқудың қажеті жоқ. Егер ол көрсетілсе, оны жасау керек. Қосымша ақпарат менің телеграм каналымда. Денің сау болсын. Қамқор бол. Жақын арада кездескенше.